Маңғыстау облысы полиция департаменті, Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы, Қару, айналымын, бақылау және табиғатты қорғау полиция бөлімінің қызметкерлерімен қызметтік қару жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында қызметтік қару сақталу ережесін тексеру жұмыстары жүргізуде. Іс-шара барысында қызметтік және спорттық қаруды пайдаланатын банктердің инкассация қызметтері, Қазспорт акционерлік қоғамы, спорт мектептері, қауымдастықтар, клубтар мен федерациялардың қарулары тексерілуде. Нәтижесінде анықталған кемшіліктер бойынша 5 әкімшілік хаттама толтырылып, оның ішінде банк инкассация қызметтері мен Қазспорт акционерлік қоғамына Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 404 бабына сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды.